Қайырлы күн. Бүгін біз Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасы таныс бейне айдарының аясында еліміздің көрнекті тұлғалармен танысу мақсатында қаламыздың орталығында орналасқан Асанбай Асқаров көшесіне келіп тұрмыз. Көшенің тарихына аз кем тоқталып, жақсы істерді таразылап көрсек, осы көшеге қазақтың ардаулы, аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, жазушы, ақын Асанбай Асқаров есімі берілген. 2002 жылы Шымкент қаласының әкімдігінің қаулысымен қала мәслихатының шешімімен Нариманов көшесі Асанбай Асқаров көшесі болып аталды. Дара тұлғаның өнегесін ұрпақ жадынан қалдыру мақсатында қаланың орталығы ең көрікті жерінен көше атын беруге осылайша шешім қабылдады. Көше ұзындығы 1 километр 640 метр. Асқаров көшесі Әл-Фараби алаңы, қазіргі Орыс драма театры, Қиял әлемі технопаркінен басталып, Абай даңғылына дейін созылады. Қазіргі таңда бұл көше оң өзгерістер бар. Көше бойы абаттанып, бір қатар мәдени нысаналар мен сауда орындары орналасқан. Саламатсыздар ма, кешіресіздер. Сіздерге бір-екі сұрақ қойып өтсем, бұл таныс бейне айдар еді. Біз қай көшенің бойында тұрмыз? Асқаров көшесінің бойында тұрмыз. Ол кісі кім, танисыздар ма? Ол жазушы, ақын жазушы. Оның білуімше мен Асқаров Дендропарк, солар соның атында. Рахмет жауаптарыңызға. Тағы да қосымша мәлімет беріп жүрсін. Біздің атымызда кішігірім сыйлық. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Сіздерге бір-екі сұрақ қойып өткетсек, біз қай көшенің бойында тұрмыз? Дұрыс. Асанбай Асқаров туралы қандай мәлімет білесіз? Асанбай Асқаровтың атынан мектеп бар, 70-ші мектеп бар. Ол жерде менің ұл қыздарым оқиды. Асанбай Асқаровтың атынан Дендропаркымыз бар. Ол жерде күніге қыдырамыз. Рахмет жауабыңызға. Ол қай жерде туылды, қай жылы туылды, ол туралы кішігірім білесіз бе негізі? Енді қай жылы екенін білмедім енді, бірақ Жамбыл облысының тумасы екенін білемін. Рахмет сізге үлкен жауабыңызға. Тағы да қосымша мәлімет болу үшін біздің атымыздан кішігірім сыйлық. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Асанбай Асқаров 1922 жылы 15 қыркүйекте Жамбыл облысы Мерке аудандағы Тәтті ауылында туылған. Асанбай Асқарұлының көп жылдары кеңес үкіметі мен халқына коммунистік партияға сіңірген еңбектері жоғары бағаланып, оңтүстік өңірінің экономикасын көтеруге, халқының әл-ауқатын арттыруға елеулі еңбек сіңірген азаматтардың бірі. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сізге бір-екі сұрақ қойып өтсек. Асанбай Асқаров туралы қандай мәлімет білесіз? Кім ол? Асанбай Асқаров біздің көшеміз ба? Біздің көшеміз Асанбай Асқаров атындағы жазушы болған. Ол кісінің атында қазір Дендропарк бар. Және де осы Шымкент қаласының орталығында орналасқан Асанбай Асқаров көшесі бар. Рахмет жауабыңызға. Тағы да толық қосымша мәлімет алу үшін кішігірім біздің сыйлық. Шоколад алсаңыз. Рахмет уақытыңыз бөлгенге. Рахмет, сау болыңыз. Жамбыл облысының облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы. Алматы облыстық және оңтүстік Қазақстан облыстық обком партиясының бірінші хатшысы қызметтерін абыроймен атқарған. Оған социалистік еңбек ері атағы берілді. Ол 5 рет Ленин орденімен, көптеген медальдармен, құрмет грамоталармен марапатталды. Асанбай Асқарұлының ел тарихына қатысты көркем әдеби публицистикалық еңбектері бар. Тағдыр, Жұмақ пен тозақ жырлары, көзқарас,
Ұлы Тұранның ұлдары сынды көптеген кітаптарының авторы. Саламатсыз ба? Кешіресіз, бір сұрақ қойып өтсем, иә? Біз Асанбай Асқар көшесін бойында тұрмыз, иә, білесіз? Ол туралы кішігірім мәлімет, болмаса нысаналардың аттарын білесіз ба? Осы көшенің Асанбай Асқаров атымен аталатынын білем. Ол Шымкент қаласындағы Дендра парк. Тоже Асанбай Асқаровтың атымен аталады. Ол кісі туралы көп информация білмейді екен, бірақ естуімше осы Шымкент қаласының хатшысы болған кезінде и қоғам қайраткері екенін білемін. Рахмет жауабыңызға. Сонымен қоса ол ақын әрі жазушы болған. Тағы да көптеген мәлімет алу үшін сізге қосымша мәлімет алсаңыз. Рахмет, біздің атымыздан сыйлық кішігіріміз. Рахмет, сау болыңыз. Я Асанбай Асқаров адалдық пен тазалықты ту еткен. Қарапайым қалпынан танбай жүріп елге қызмет етіп, ерен үлгісін көрсеткен көрнекті қайраткер. Әрқашан жеке басының қамын емес, туған халқын жағдайын, елінің ертеңін ойлап өткен азаматтың жарқын бейнесі біздің жадымызда мәңгі сақталары.